Ер адам $100,000 тұратын қол сағатын байқаусызда мұхитқа түсіріп алды. Ол сағатын табу үшін теңіз түбіне сүңгігенде бір оғаш тасты тауып алды. Ол бұл тастың суға батқан кеменің бір бөлігі екенін түсінді. Жақын маңда кеменің қалдығы болуы мүмкін деп күдіктенді. Ер адам бұл жаңалығын қуанышпен қызымен бөлісті. Көп ұзамай бірнеше адам жүзу қалақтары мен сүңгуір жабдықтарын алып, сол теңіз аумағына қайта оралды. Акулалар мұндайды бұрын көрмеген еді. Сол сәтте олар біреуін іліп әкетіп қалды. Бірақ бұл оқиға оларды тоқтата алмады. Көп ұзамай олар көптеген көне бөтелкелер тауып алды. Алайда олардың барлығының құны өте төмен болды. Соған қарамастан ер адам тағы да сүңгіді. Ұзақ ізденістен кейін ол қымбат тастармен әшекейленген алтын қылышты тапты. Оның құны өте жоғары екенін ол бірден түсінді. Ол жағалауға оралып, достарына бұл табысы жайлы айтты. Содан кейін олар көп мөлшерде дайвингке арналған жабдық сатып алды. Алдымен олар құмға жарық шашатын таяқшаларды қадады. Кейін бүкіл аумақты арқанмен қоршады. Соңында аймақты мұқият тексеру үшін металлоискатель қолдана бастады. Шынымен де, олар жаңа бір нәрсені тапты. Олар құмның үстіңгі қабатын тазарту үшін ауа үрлегішті тез іске қосты. Көп ұзамай олардың көз алдында алтын тізбек пайда болды.